бастап, яғни осы аптадан бастап практика сабақтары Codeforce платформасына өтетін боламыз. Codeforce'та әр студент өзінің логин пароль арқылы кіру арқылы есеп шығаратын болады, және де есептің жалпы түрі келесідей сақталатын болады. Енді Codeforce'та қалай жұмыс істеу керектігі бойынша түсіндіретін боламын. Екі сілтеме жібердім Телеграмда. Біріншісі Codeforce'тағы контестке сілтеме, ал екіншісі кіретіні логин парольдің тізімдері. Алдымен мына сайтты ашуымыз керек. Міне сайттың түрі келесідей. appcas2.contest.codeforce.com. Осы сайтқа кіреміз. Енді мына жерге әр студент өзінің логин паролін мына жерден көріп алады. Мысалы міне келесідей. Айталық Мейірбек, оның логины user 001. Осылайша 449 студентке арналған. Мысалы Мұхтар 447, Елнұр 445, Есбол, Әліби, Бағдәулет, Аян, осылайша кете береді. Әр студенттің өзінің паролі иіннің соңғы 4 цифры. Мысалы Бағжанның өзінің иініндегі соңғы 4 цифры пароль ретінде енгізеді. Егер де кірмей жатса, онда маған Teams'қа жазайық, мен Teams'тан қарап түсіндіріп жіберемін. Ескертетін жайт, міндетті түрде appcas2.contest.codeforce.com деген сайтқа кіруіміз керек. Ал егер де біз просто так Codeforce'a кіретін болсақ, онда бұл Codeforce'тың өзінің қалай айтсақ болады, жалпы ортақ платформасы жеке контестке арналмаған. Және бұл жерде жаңағы user 001, user 002 деген сияқты мына жердегі логин парольмен кіре алмайсыңдар. Мысалы мен өзімнің құрастырған пользователім бар, тест түрінде user 777 және өзінің паролім. Мынаны басып қоюымыз керек, яғни бір айға сақтау қажет логин. Енді басталды 1 апрель сағат 00-ден басталды. Енді ол жалғасады субботаға дейін. Жоқ, қателеспесем, жексенбіге дейін сағат 23:59-ға дейін жалғасады. Осыған Enter'ді басып кіреміз. Мына жерде есептерді шығаруымыз керек. Есепті қалай шығарамыз? Мына жерде есептің берілгені қазақша оқу үшін мына жерде ағылшынша интерфейс таңдауымыз керек. Сонымен қатар платформадағы барлық сөздер, барлық мына жердегі менюлар бірге ағылшынша ауысады. Ал егер де орысшаға қажет болса, онан мынаны басамыз. Мұнда есептің берілгені орысша түсіндіріледі. Айталық қазақша таңдайық. Мысалы, есептің берілгені, есептің тақырыбы тіктөртбұрыш, есептің берілгені сізге тіктөртбұрыштың екі жағы берілген, А және Б оның ауданы мен периметрін табу керек. Input пен output параметріне, менюіне мән береміз. Есептің бізден сұрап тұрғаны, егер де пайдаланушы есепке А және Б сандарын енгізсе, ол жердегі шарт А бірге тең немесе бірден үлкен А мен Б, және олар 1000-ға тең немесе 1000-нан кіші болу керек. Outputта бос орын арқылы тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін шығарыңыз. Яғни А-ға 2-ні берген кезде, Б-ға 5-ті берген кезде, Cout-қа қайтаратын ақпарат 10 мен 14 болу керек. Енді мынаны қалай орындаймыз? Мұнда submit кодты басамыз, немесе орысшада атаслайд деп тұрады. Проблема деген жерде біз сол қай есеп еді, соны таңдаймыз. Мысалы, тіктөртбұрыш. Мына жерде по умолчанию осы 20-шы версия тұрады, немесе 17-ші версия тұрады. Өзгертудің қажеті жоқ, тұра берсін. Біз C++ есеп шығарамыз. Мына жерге біз код жазуымыз керек. Мысалы, мұнда айтатын мәселе, есептің өзін осы жерде жаза берсек болады. Мұнда кішкене ыңғайсыздық туындатуы мүмкін то, что VS кодтағыдай немесе мұндағы X кодтағыдай немесе Microsoft Visual Studio'дағыдай кодтар, операторлар қысқартылып тез жазылмайды. Кәдімгі Visual Studio'да жазып тұрғандағыдай былай I деп жазған кезде int деген сияқты подсказкалар шығып тұрмайды. Осындай бір кішігірім ыңғайсыздық болуы мүмкін. Бірақ бұның пайдасы студенттер, яғни сендер өздерің кодты тез жазуды, подсказкасыз жазуды үйренетін боласыңдар. Так, бізде сұрады тіктөртбұрыштың периметрін және ауданын. А мен Б айнымалысын құрастырдым, А мен Б-ға мән бердім. Периметр шығару үшін А көбейтілген, А қосылған Б көбейтілген 2. Және ол жерде айтып тұр, бос орын арқылы. Біз давайте келесі жолға шығарайық. Cout, А көбейту Б. Бұл бізде уже аудан. Так, әдейі кішігірім қатемен шығарып тұрмын. Тексеріп көреміз. Кодты жіберу үшін submit'ті басуымыз керек. Есеп кетті. Міне мен есепті жібердім осы уақытта.
да wrong answer, то есть бірінші тесттен қате деп көрсетіп тұр. Қатесін көру үшін қайтадан проблемасты ашамыз. То есть бізде не сұрап тұрған тіктөртбұрыштың ішінде бос орын арқылы тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін шығарыңыз дейді. Яғни ауданын бірінші шығару керек, одан кейін периметрін шығару керек бос орын арқылы. Міне былайынан. Менің шығарған есебімде екеуі екі жолда тұр. Және сонымен қатар бірінші мен периметрін шығарып тұрмын, одан кейін ауданын шығарып тұрмын. То есть программа менен қарайық. Мына жерде мән беретін жайт. Менің программама, егер де пайдаланушы 2 мен 5 енгізген кезде, ол 10 мен 14 деген жауапты күтеді. Бір жолдың бойында осылай бос орын арқылы. Менің программама 2 мен 5 енгізді, ал оған 14, одан кейін келесі жолға 10 деген жауапты қайтарды. Қате бар екенін көрсетіп тұр. Енді соны жөндейік. Мына жерден мынаны скопировать ете салайын мен. Қайтадан submit кодты басамыз. Проблеманы таңдаймыз. Менен сұрады. Бірінші амендбаның көбейтіндісі, яғни ауданы. Одан кейін периметр. Давайте осы жерде мен былайынан істеп көрейін. Тоғызға екінші жолда. Submit. Әдетте бұлай ұзақ ойланбайтын еді, бірақ бүгін не үшін бұлай ойланып тұрғанын түсінбедім. Так, тоже тағы да қате шықты. Не wrong answer on test 1. То есть бірінші тестте қате деп тұр. Standings'a кірсек, бізде мына жерде кім шығарған есепті соның бәрін көре аламыз. Және өзіміздің кодымызды былайынан көре аламыз. Мына үстіне екі рет жетеміз. Мынаны басамыз. Так, тура жаңа жағдай. Программа менен күтіп тұр. 10 пробел 14 деген жауапты. Менің программам қайтарды 10, одан кейін 14 деген қайтарды. Яғни мына жерде маған бос пробел керек. Мына жерге басам, тіктөртбұрыш, мына жерге бос орын қалдырайын. Так, submit. Енді бізде қатесіз орындалу керек. Не, accepted. Менің программам толық орындалды. Қайтадан басам үстіне. 2 мен 5 енгізген кезде 10 және 14 деген дұрыс жауап шығарылды. Так, осылайша проблемасты қайтадан басқан кезде менің шығарған есебім былай жасыл болып тұрады. Мына жерде отклоненный есеп немесе қате болды деген есеп, мынау әлі шығарылмаған есептер. Қайтадан мынаны басамыз, сандардың саны дейді. Есептен берілген n бүтін сандардан тұратын a массиві және k бүтін саны берілген. Массивтегі әрбір сан бірден кем емес және k-дан үлкен емес, әрбір бірден k-ға дейінгі x саны үшін массивтегі қанша элемент x-ке тең екенін есептеңіз. Кірістіліктерінде бірінші жолдағы 2 бүтін сан берілген. Яғни бірінші жолда бізде программа егер 5 және 3 енгізетін болса, екінші жолда n бүтін сандар массивтің элементтері. Мына жерде не айтылып тұр? n үшін 5 енгізіліп тұр, k үшін 3 енгізіліп тұр. Және мынау 5 элементтен тұратын массив деген сөз. Массивтің әрбір элементтеріне 1, 2, 2, 3, 3 енгізіліп тұр. Және біз мына жерде есептеуіміз керек, программада шығу керек. Шығудың бір жолында k бүтін сандан шығарыңыз. Тапсырмаға жауап. Мына берген шарт бойынша тоже submit'ті басамыз, осы жерге код жазамыз. Енді мына жерде ескеретін жайт. Емтиханда және де рубежка кезінде Visual Studio кодты пайдалануға рұқсат етілмейді. Сонымен есепті осылай шығарамыз. Проблемасты мына жерден оқып есептің берілгенімен танысатын боламыз. Одан кейін submit кодты басып, мына жерде есепті таңдап, есептің кодын осы жерде орындайтын боламыз, жазамыз. Одан кейін submit'ті басуымыз керек. Статус деген жерде көрініп тұрады, кімде қандай есеп қате болып жатқан немесе шығарылып жатқан, және standings деген жерде кімнің қанша шығарғанын тоже көре аламыз. Мысалы, мына жерде -1, -2, бір рет қате жіберілді, 2 рет қате жіберілді. Мына жерде +3 программа мен 3 рет қате жаздым, және төртіншісінде менің есебім дұрыс шықты. My submissions, мына жерде мен қанша есепті қалай шығарғаным осы жерде көрініп тұрады. Ал администратор үшін, яғни маған кімнің қанша есеп шығарылғанын және қай уақытта шығарылғанын мына жерден көре аламын. Және кез келген студенттің есебімен тексеруге жібере аламын. Көшірілген жұмыс болса, оны отклонить ете аламын. Оны да ескеретін боламын. Егер де сұрақ түсініксіз болса, осы апта лекцияда немесе практика сабағында сұраймыз. Логин, пароль кіре алмай жатқан болсақ, Teams'ға жазамыз маған жекеме. Сау болыңдар.